Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айзада. Бүгін мен сіздерге апельсинмен дайындалатын ерекше тәттінің жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен отқа бір ыдысқа су құйып қоямыз, және де қайнап жатқан судың үстінен бір шай қасығы ас содасын салып жақсылап араластырамыз. Осы қайнап жатқан судың үстінен бір апельсинімізді салып 5-7 минут көлемінде шамамен қайнататын боламыз. Бұлай қайнатуымыздың себебі осы әдіспен біздің апельсиннің сыртындағы ащы қышқыл дәмдері кететін болады. Апельсинді түгелдей қабығымен қолданатын болғандықтан бұл әдісті міндетті түрде жасау қажет. Апельсин толық 7 минут қайнады. Енді оны бір ыдысқа салып аламыз, және де үстінен суық суды ағызып, 10-15 минутқа қоя тұратын боламыз. Енді апельсинімізді турауға кірісеміз. Ол үшін апельсинді тура ортасынан бір бөліп, және де әр бөлікті 2-3 бөлшекке бөліп, ортасындағы дәндерінен және сол дәндерді ұстап тұратын қабықтарынан тазалайтын боламыз. Мұқият қарасаңыздар, видеода мен алып жатырмын. Дәл солардың барлығынан тазалайтын боламыз. Бір қызығы, мен қолданған бұл апельсинде дәндер жоқ екен, сондықтан мен тек ортасындағы қатты өзектерін алып тастадым. Бұл заттарын алып тастауымыздың себебі, біз қазір апельсинді блендермен езген кезде ол кәдімгі еттің шандыры сияқты болып қалады, яғни выпечкамызда да шандыр сияқты қатты болып жүреді. Сондықтан ерінбей мұқият барлығын тазалап тастайтын боламыз. Мен бұл жолы орташа көлемді бір апельсинге бір порциямен жасадым. Егер де сіздердің жемістеріңіз үлкен болып жатса, онда двойной порция етіп жасасаңыздар болады. Немесе апельсиннің тек жарты бөлігін қолдануға да болады. Дәл солай жемістің екінші бөлігінде тазартатын боламыз және тура блендерге саламыз. Барлығын турап салып дайындап алдық. Енді блендердің көмегімен ұсақтап турайтын боламыз. Осы пюренің үстінен енді 80 грамм қантты саламыз, және де 2 ас қасық кукуруз крахмалын салып, тағы да блендердің көмегімен араластырамыз. Достар, міндетті түрде кукуруз крахмалын қолданыңыздар, сіздер оны картоп крахмалымен шатастырып алып жүрмеңіздер. Жаңадан келген оқырман, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, менің каналымның дамуына үлес қосуыңызды сұраймын, және де видеоға байланысты пікіріңіз немесе сұрағыңыз болып жатса, комментарий бөлімінде жазып қалдырсаңыз болады. Міндетті түрде оқып жауап беремін. Ыдыстың шет-шетіне тұрып қалған қантты крахмалды барлығын апельсинмен араластырамыз, және де осы массамызды шамамен 15 минутқа қоя тұрамыз. Осы уақыт аралығында біз қамырын илейтін боламыз. Қамырын илеу үшін таза бір ыдысқа бөлме температурасында еріп тұрған сары майды саламыз. Үстінен 80 грамм қантты салып, алдымен қасықтың көмегімен қант пен майды араластырып алатын боламыз. Егер майдың үстінен қантты салып, бірден миксердің көмегімен араластыратын болсаңыз, қанттарыңыз ыдыстың жан-жағына шашырап кететін болады. Май холодильниктен алдын ала 2-3 сағат бұрын шығып тұруы қажет, сонда бізге қажетті температурада еріп тұратын болады. Енді ары қарай миксердің көмегімен араластырып жалғастырамыз. Майымыз сәл ағарып, көлемін үлкейтуі қажет. Миксерлеріңіз болмаса, венчиктің көмегімен араластырсаңыздар да болады. Енді осы қант пен майдың үстінен қаймақты салатын боламыз. Қаймақтың майлылығы маңызды емес. Егер тіптен қаймақтарыңыз болмай жатса, майонезді қолдансаңыздар да болады. Оның үстінен жұмыртқаны саламыз, және де ары қарай миксердің көмегімен араластырамыз. Барлығы жақсылап араласты. Ал енді алдын ала електен өткізілген ұнның үстінен бір шай қасық қопсытқышты салып, қасықпен сәл араластырып аламыз. Біздің қопсытқышымыз ұнның барлық жағына араласуы қажет. Одан кейін осы ұнымызды жұмыртқалы массамыздың үстінен
екі бөлікке бөліп саламыз. Алдыңғы бөлікті салғаннан кейін басында қасықпен араластырып жалғастырсаңыздар болады, өйткені қамырымыз әлі сұйықтау болады. Одан кейін ұнның екінші бөлігін салып, қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Достар, менің арнамда сондай-ақ тәттілердің, ыстық тағамдардың және де мерекелік тіске басарлардың бірнеше рецепттері бар. Оларды көру үшін менің каналыма өтіп, видео бөлімін ашсаңыздар болады. Қамыр бізде жұмсақ үгілмелі, яғни песочный болып шығады. Енді осы иленген қамырымызды салафанға салып, 20 минутқа холодильникке қоятын боламыз. Қамырымыз жақсылап тұрып тынды. Енді сәл ұн сеуіп отырып, оқтаудың көмегімен қалыңдығы 2-3 мм болатындай тік төртбұрышты форма беріп жаямыз. Міндетті түрде қолдың көмегімен формасын өздеріңіз икемдеп беріп отырыңыздар, сонда жайылғанда барлық жағы біркелкі жайылатын болады. Қамырымыз жайылып дайын. Енді оның үстіне апельсинді салмамызды саламыз және шет-шеттеріне шамамен 4 мм-дей жеткізбеуге тырысамыз. Маған бұл печеньелер өте қатты ұнады және де отбасыма, балаларыма да ұнады, өйткені піскеннен кейін де және де біраз уақыт өткеннен кейін де жұмсақ болып тұрады екен. Біздің қамырымыз жұмсақ иленгендіктен сәл орау қиындау соғады, сондықтан пышақтың көмегімен осылай шетін шығарып, қайтарып, абайлап отырып орайтын боламыз. Ең алдымен дәл осылай рулеттің формасын беріп орап алатын боламыз, және де осы рулетімізді барынша кішіректеу 8-9 бөлікке бөлетін боламыз. Алдын ала қызып тұрған пешке салып, әдемі қызарғанша пісіретін боламыз. Мінекей достар, дайын болған печеньеміз дәл осындай болып шықты. Өте нәзік, жұмсақ, әрі ароматный болып шықты. Мен ыстық күйінше бөліп жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай сондай жұмсақ, сондай нәзік. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге және отбасыларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Видео ұнаған болса пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз.